Армысыздар, назарларыңызға апта жаңалығын ұсынамыз. Қазақстанда нәресте өлімінің 58%-ы дене салмағы 2500 граммнан кем шала туған нәрестелер. Ана өлімінің барлық жағдайларының 46%-ы әйелдің әртүрлі созылмалы ауруларынан. Енді осындай жағдайлардың алдын алу үшін болашақ жас жұбайларға денсаулық паспортын енгізу ұсынылады. Отбасылық жұптардың денсаулық паспорты жобасы некеге тұрғанға дейін қыздар мен жігіттерді ерікті профилактикалық тексеруді көздейді. Бұл жобаны іске асырудың мақсаты ана өлімінің дамуына, жастардың репродуктивтік және соматикалық денсаулығын сақтауға және нығайтуға барынша әсер ететін кейбір ауруларды анықтау, жыныстық жолмен берілетін генетикалық, соматикалық және инфекциялық ауруларды уақытылы ерте анықтау және жүктілікті жоспарлаудан бұрын емдеуді бастау. ақш-тың сыртқы саясаты таяу шығыс елдерін доллардан бас тартуға итермелеп жатыр. Қазіргі таңда ақш доллары әлемдік валюта резервінің 58%-ын құрайды. Бұл көрсеткіш 2001 жылы 73-70 жылдардың аяғында 85% болған. 21 мамырда Ирак билігі жеке және іскерлік сипаттағы кез келген мәміле бойынша есеп айырысуда долларды пайдалануға тыйым салынғанын хабарлады. Себебі ақш бірнеше ай бойы Ирактың көршісі Иранға қағаз ақшаның контрабандасынан қорқып, қолма-қол ақшаның кіруін шектеуге тырысты. Мұндай шектеулердің нәтижесі долларға деген сұраныстың күрт өсуі, содан кейін бейресми нарықтағы динар бағамының күрт ауытқуына себеп болды. Осылайша Иракта ақш долларына тыйым салынды. Негізі Ирак бұған дейін де долларға тәуелділікті азайтқысы келген. Олар Қытайға мұнайдың бір бөлігін юаньмен сатуды ойластырған. Мамыр Сенаттың жалпы отырысында төраға Әшімбаев Жетісай мен Мақтааралдағы шаруалардың мұң-мұқтажын жеткізіп, жауапты сала мамандарынан аталған мәселеге қатысты қандай шаралар жасалып жатқанын сұрады. Мәулен Сағатханұлының айтуынша, Түркістан облысынан сайланған депутаттар Жетісай мен Мақтаарал аудандарындағы мәселені арнайы жеткізіпті. Сол енді Жетісай, Мақтаарал аудандарындағы жағдайды көтеріп жатыр. Бүгінгі күні енді ол өткен аптада, өткен айдағы әңгіме, осы күндердегі әңгіме. Кеше бүгін болып жатқан әңгіме. Сол жақтың халқы енді біраз мәселелерді көтеріп жатыр, наразылығын да жеткізіп жатыр әкімшілікке. Жалпы негізгі бұл жердегі мәселе достық каналы арқылы келетін судың көлемін азайып кетуі. Енді бұл жерде көрші мемлекеттерден келіп жатқан судың көлемі азайды деп айтады. Енді бір шамамен сол енді күніне қанша 40 куб секундына 40 кубометр су келу керек болатын болса, біздің шарттарға сәйкес көрші мемлекеттермен қол қойған. Бүгінгі күні сол 25 кубометрдің шамасында ғана су келеді деген сондай әңгімелер көтеріліп жатыр. Соған байланысты бұл жерден бірнеше себебі бар шығар, көршілерден келіп жатқан судың азаюы бар шығар. Бұл жерде енді Тәжікстаннан, Өзбекстаннан келетін судың көлемі ғой. Сол туралы әңгіме. Сонымен қатар енді ішкі бір себептер бар шығар. Осыған байланысты енді министрліктің ұстанымын және не істеп жатсыздар нақты сол Жетісай, Мақтаарал аудандарындағы шаруаларға, біздің шаруа қожалықтарына көмектесу тарапынан қандай жұмыстар жасап жатсыздар және жақын арада, осы аптада, келесі аптада, алдағы уақытта не істейсіздер, сол туралы ақпарат берсеңіз. Осы аптада мәжіліс отырысына қатысқан 91 депутаттың барлығы бір ауыздан ұлттық қордан балаларға бөлінетін жәрдемақы мәселесі туралы заңды қабылдады. Ұлттық қор балаларға жобасын 24 жылғы 1 қаңтардан бастап іске қосу мақсатында әзірленді. Ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық табысын 50% балалардың арнаулы жинақтаушы шоттарында жинақталады. Заң жобасы кәмелетке толған азаматтарға тұрғын үй жағдайын жақсартуға немесе білім алуға мүмкіндік береді. Қаржы және бюджет комитеті осы заң жобасы бойынша қорытынды әзірлеуге дайын. Қолдауларыңызды сұраймын. Қытайдың Ухань қаласында өздігінен жүретін аспалы пойыздар қатынай бастады. Монорельспен жүретін көлік 200 жолаушыны тасымалдай алады. Терезелер мен едені шыныдан жасалған. Жылдамдығы сағатына 60 шақырымға дейін жетеді. Сынақтан өткізіп жатқан көлікті жылдың соңында іске қосады. Мұндай көліктерді қалада таптырмас әрі ыңғайлы қатынау құралы ретінде пайдалануға болады дейді мамандар. Осымен апта легі тәмам. Назарларыңызға рахмет. Жаңалықтардың толық нұсқасын Қазақ Ньюс сайтынан оқи аласыздар. Сау болыңыздар.